Hanımlar men mırzalar. Қазақстан Экспо 2017-ni ұтып алып, шетелден келетін қонақтарды әдемі әсем жолмен жүргізуге дайындалып жатқан астаналықтар. Сәлеметсіздер ме? Самат, неге саяси әңгімемен бастадың? Өзіміз шығайық, бұрынғыдай ән айтайық, әзіл айтайық, солай шықпас па өзіміздің стилімізді? Ақболат, өзіміздің стилімізді қоятыр. Біз өзіміздің стилімізде ойнасақ, бір акустикасы жоқ залда ойнап жатқан сияқтымыз. Әзіл ойнаймыз, халыққа барады, әділқазы бармайды, өзімізге қайтып келеді. Не керек одан осы стилмен ойнайды? Самат, сен өткен жылға өкпелеме, өткен жыл бізге толағай табыстар алып келді. Мысалға алатын болсақ, Астана күннен кейін көркейіп жатыр. Және де оның үстіне былтыр Олимпиададан 7 медаль алып келдік, иә? Ешкім күлмей жатыр, тым қызығымыз ғой өзіміздің стилімізде ойнап өтетін. Финалда күлді ғой, мен қайдан білейін, осыны айтып жатқанымыз. Тұр, финалда бұл да көмектескен жоқ. Мыналар кімдер? Топырлатып бәрі. Мыналар сендерге де көрініп тұр ма не? Я? Я жаңа шудың үйінде отырмайын ба әңгіме айтып? Бір қарасам қасыма мынандайлар толып көт, шошып көттім. Содан? Шықтым да қаштым да жаққа. Алмайды екен былай. Сөйтсең өзіміздің балдар екен ғой? Жібере беріңіз сен, топырлатпай Бар, қатеріңдер. Махаббат үшін, жан достар үшін. Бар, беріңдер. КамАЗ аудар. Назар аудар. Назар аудар. Қалайсыңдар? Жақсы. Не алды ау? Экспо ұтып алды дей ма? Экспресс ұтып алды, иә. Экспресс ұтып. Не болды ау соңында? Эксподан Қазымдай қыз ұтылып қалды дей ма? Казго экспресс ұтылып қалды. Сондай ма? Кім қайда? Вандам қайда? Есенаға орында. Есена. Бірақ сендер ойындамаңдар. Қазақта жақсы сөз бар. Қандай? Құласаң қарға құла деген. Құласаң нардан құла. Құласаң нардан құла деген. Сендерге жақсы бір сөз бар сосын. Қандай? Егілгендер жер көтереді деген. Жеңілгендер жер көтереді. Жеңілген жер көтереді деген. Жақсы ма? Ойындамаңдар. Бүгін чемпион болсыңдар. Жоқ аға, бүгін маусымашар чемпион болмайды. Әлі 1-8, 1-4. Сол 1-4 чемпионсыңдар сендер. Жоқ аға, одан кейін жартылай финал бар. Сол жартылай финал чемпион. Жоқ аға, чемпион тек қана финалда болады. Финал сен ала алмайсыңдар, ұшып кетесіңдер сендер. Аузыңнан ат тепсін. Не болды аға? Тиме алып өтіп кетті. Қазақстан КВН одағының 2012 жылғы чемпиондары Экспресс. Нағыз чемпионды чемпион деп мойындай білетін Назар аудар биылғы маусымда. Астанаға жасатамыз біз оралдық көрінуге бәрі-бәрі. Жыл сайын ойласақ та осы жылда тағы көтер біраз сұрақтар көбейді. Оған жауап дайын бізде ойлаймыз соңғы жыл. Назар аудар шын жүрекпен. Жыл сайынғы жақсы өнердің финалдан да көріне назар аудар. 2 жылда финалдан да жеңілдіктің ол. Назар аудар. Назар аудар. Фестиваль 2013. Жалпы достар, біздің алғашқы әзіліміз барша жатақханада жататын қыздарға арналады. Кімна шашын деген дұрыстап көрсете алмады ма? Қыздар, ауылдан сіңілім келді. Не дейді? Ауылда сіңілім келді, ауылда сіңілім келді, ауылда сіңілім келді, ауылда сіңілім келді. Не алып келді? Ет әкел, ет әкел, ет әкел, қордан жейміз. Өздерін Брус Ли санайтын екі бала төбелесте.
дос қойшы. Дос. Брюсле, қой. Брюсле, қой деймін. Екі қабыл. Достар, назар аударамыз. 5 күн бойы ұйықтамастан жаңа жыл тойлап жүрген ағаларымыз 6-шы күн ұйықтамай стол басында жаңа жыл тойлап отыр. Ал енді достар, мынау әрқашанда осылай жаңа жылда кездесіп, жаңа жылда бәріміз мына қара ұйқына қарай алып барады ғой. Мына ұйқына қарай сәлем айт мына қара. Ұйықтап қалды. Мә. Мынаны алып батыр мен. Мә. Аман бол. Мә. Қасқа, мә. Көрші мына қара, мә алып барды. Қасқа, сәлем айт, мә саған. Тұр, ұйықтап қалғандар не? Чесіз айтыңызшы. Ал енді осы әрқашанда жаңа жылда келсек, мә, екінші жерден алып барады. Назар аударамыз. Әкеміздің туған күні анамызбен 2 баласы тілек айтуда. Ал келесі досты өз балаларың айтсын. Айта ғой, Аққұлып, айта ғой. Папа, әке, тоңының құты болсын, мен сені жақсы көреміз. Ғазиз, не болды? Ғазиз. Ғазирет, не болды? Мен айтып қойды ма? Айтып қой, сен айтып қой оны, айт бол. Сені айтып қоямын. Айт. Папа, сен тоң күніне сағат береміз. Айте бер, маған бәрі. Ғазиз. Жалпы достар, біздер алдыңғы маусымда көптеген өнерімізді көрсете алмадық. Негізі біздің команданың барлығы өнерлі. Мысалға Ғазиз Парадис. Мына сіздер білмейсіздер, әлемдегі барлық парадистерден асып түседі. Мен кез келген оқиғаны айтам, соның ішінде кейіпкерлердің дауысын салады, е? Кетті ма? Көктем мезгілі, таңғы сағат 6. Есік алдына шықтым. Ауа тып-тыныш. Алыстан бір көкектің дауысы шықты. Жайлап оң жағыма қарадым. Көршім тракторын тұтата алмай жатыр. Трактор. Саламыз ба? Жайлап сол жағыма қарасам, бір көкек қарап отыр. Бір кезде көршім тракторын тұтатты, далаға қарай басты. Трактор. Артынан иттер кетті. Оның артынан көкек кетті. Нома? Сен мақтады қой кәдімгідей Парадис деп. Мен дауыстар салмаймын. Енді кім салады? Ана ғой дауыстар салады. Асланбек па? Саласың ба? Иә. Ал кет. Жаз мезгілі, таңғы сағат 6. Менің ұйқымды масалар бұзды. Жайлап сыртқа шықтым. Ауа тып-тыныш. Қора жақтан анамның сиыры сауған дауысы естілді. Анам сауған сүттің барлығын есік алдында күшікке апарып қойды. Күшік сүтке тойып алған. Күшік былай қыңсылады. Кючон. Бір кезде жаңағы сүттің қасына бір қарға келді. Қарғаның өтсекті сөр, прикинь. Анам осылай өзінің тірлігімен айналысып жатса, әкем қорада ешкі ұстай алмай жүр. Бір кезде әкемнің қалтасындағы ұялы телефонға біреу қоңырау шалды. Әкем телефонды алып қараса, алло, көке? Асланбек,
Мынаны барлығы салса да бәрі салады ғой мынаны. Басқа бірден сал, ешкім салмаған бір нәрсе. Садақтың даусын саламын. Садақ? Иә. Салшы. Мынаны мен де салам. Сал. Қайда жоқ қе? Тимей қалды. Жалпы достар, биыл біздің командаға 3-ші жыл. Қазақта жақсы сөз бар, ер кезегі 3-ке дейін. Назар аудар 3-ші жыл маусымда.